Biz немізге шіреніп жатырмыз? Biz қай жерден байлығымыз, сауабымыз тасып бара жатыр? Сауабымыз тасып бара жатқандай тағы да біреудің сыртынан бірдеңе айтқымыз келеді. Білмей сөйлегіміз келеді. Біз өзімізді жөндеуге қатты мән беруіміз керек. Ең дұшпанымыз өзіміз. Сол үшін енді жарайды, біз әлсізбіз. Біз бейшарамыз. Біздің күнәміз бар. Егер де қараңыздаршы, әкең мен шешең саған ренжіп қалса, үйге келіп едің, бетіңе есікті тарс ет жауып, сен менің балам емессің. Бар, қай жаққа барсаң, ой жаққа бар десе, қандай болар? Жүрегің жарылады ғой. Әйелің саған көңілі суып қалатын болса, мен сені сүйгенмін, қазір сүймеймін. Сені мен ұнатпай қалдым. Сен жеп көрдім, сенен жеп көрінішті адамым жоқ. Сен мен тұрғым келмейді десе, қандай болар едік? Балаң айтса, әке, сен де әке болған үшін өкінем деген сөз десе, не деп айтар едік? Бауырлар, біз Аллахтың есігінің алдына келіп тұрмыз ғой. Дұғамызбен Аллахтың есігін қағып жатырмыз ғой. Аллах бізге есігін жаппай ақ қойсын, жауап бермей қойса не болады жағдайымыз? Кім қалды енді бізге Аллахтан басқа? Аллахтың есігі бізге ашылмаса, онда қай жаққа барамыз? Не істейміз онда? Кімге жалынамыз? Бірақ Аллах мейірімді. Аллах кешіруші. Пайғамбарымыз хадисінде айтқан сияқты, Аллах сондай мейірімді. Жезөкше әйел шөлдеп келіп құдыққа түсіп, итті суарған үшін, бір итке жаны ашыған үшін Аллах оның күнәсін кешіріп жіберген. Аллах бізді зинадан сақтасын. Аллах сондай мейірімді, 99 адамды өлтіріп қойып, 100-ші ретінде фатуаны дұрыспай ғалымды өлтіріп қойған, жалынып, Аллах іздеген кезде оны да кешірді Аллах тағала. Оған да бізде Аллахқа мұқтажбыз. Бізде сұрайтын нәрсеміз өте көп. Қолдан келгенше бұл мүмкіндіктерді пайдаланып қалайық. Аллах тағала мейірімді. Ғалымдар айтады, ертең қияметтің күні басталып кететін болса дейді, егер құлдан сұраса дейді, сенің жәннатқа кіресің ба, дозаққа түсесің ба, сенің тағдырыңды туған, дүниеге келтірген анаң шешсін ба, жоқ әлем Раббысы Аллах тағала шешсін ба десе, пенде шыр-шыр етеді дейді. Алла шешсінші, Алла шешсінші. Өйткені анамның жүрегіндегі махаббат, жаратылған махаббат, Аллахтың махаббаты шексіз. Сол Аллах Құранда айтады бізге, ей өздеріне зиян жасаған құлдарым, ла тақнату мин рахматилла, менің мейірімнен еш уақытта үміттеріңді үзбеңдер дейді. Қандай күнәміз болса да, қандай кемшілігіміз болса да, әйтеуір дұғамызбенен әлсін болса да Аллахтың есігін қаға берсек, Аллах қабыл етемін деген. Ол сондай Аллах тағала бізге пайғамбарымыз сахих хадистерінде хабарлаған сияқты, Инна Раббукум та'ала, табарак ва та'ала, сендердің Раббыларың сондай берекеті көп болған, мейірімді болған Аллах тағала дейді, янзилу кулла лейлетин, әрбір түнде түседі екен, құлдар үшін түседі екен. Адамдар Аллахты іздеуге шамалары жоқ, Аллах оларды күніге іздеп түседі. Фаяқулу айтады, ман ядуни фастажиба лаху, бар ма екен маған жалынатындар, мен дұғасын қабыл етейін дейді да, бар ма екен жалынатындар дейді. Бізде көп қой дұға. Man yasaluni fa'utiyahum, kім сұрайды, берейін дейді Аллах тағала. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, кім кешірім өтінсе кешірейін дейді Аллах тағала. Жасыңыз қаншада? 20 жыл, 40 жыл, 30 жыл, 50 жыл, 60 жыл, әрбір түнде Аллах тағала есік ашып